тыйылуымыз қажет барлық нәрседен. Ашуды жұтуымыз қажет. Бүкіл жамандықтың, тілден шығатын жаман сөздердің негізгі бастапқы себебі ол сол ашу. Ашу ызаға адам берілгеннен кейін не ойлап, не сөйлеп қойған білмейді. Неше түрлі аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып, харам сөздерді айтуы мүмкін. Сол үшін қазірден бастап біз соған өз-өзімізді тәрбиелеуіміз қажет. Бүгіннен бастап, дәл қазіргі уақыттан бастап, оразаға біз өз-өзімізді тәрбиелеп, дайындықпенен кіруіміз қажет. Ол бір үлкен медресе, пендені тәрбиелейтін ораза айы, Рамазан айы үлкен медресе. Бірақ медресеге барар кезде де біз дайындықпен баруымыз керек қой. Медресеге барар кезде де, мысалы бір балаңызды жай қарапайым медресе мектепке апаратын кезде, оған бір нәрсе оқытпасаңыз да оны алдын ала дайындайсыз, киімін туралайсыз деген секілді, жоқ дегенде. Дәл сондай біз Рамазан айына дайындықпен кіруіміз қажет. Өз-өзімізді рухани тұрғыдан да, физикалық тұрғыдан да дайындауымыз қажет. Денсаулығымыз жоқтар, денсаулығымызды туралауымыз қажет. Ертең оразаға кіргеннен кейін фәтуа іздеп жүрмей. Мен мынандай едім, мынандай жағдай еді менде деген секілді. Жұмысбастылар жұмысын кішкене сол реттеуі қажет. Оразада қиналмайтындай. Ауыр посттарда тұрса, мысалы жеңіл жерлерге өтініш қылып ауысып деген секілді. Ертең бұл парыз амал, парыз құлшылық. Оған немқұрайлы қарамау керек. Жұмысым ауыр болды деп ауызды ашып жіберген болмайды. Ол адамға кәффарат міндет болады.